Ассалаумалейкум достар, біз Шамалған станциядамыз, мал базарда. Бүгін ақпан айының 9 күні кеттік ішке. Достар, кімде-кім Тараз мал базарына қызықса, Дидар бауырымыздың каналына жазылыңыздар. Өте қызықты да пайдалы видеолар шығады. Ссылкасын описаниеда қалдырамын. В общем, базар өте кішкентай екен. 4 ақ жылқы шықты, 3 жылқы. Бір 10 шақты сиыр, қара мал, қой. Базар келуге не стоит екен, бірақ жақында тұрсаңыз келуге болады. Мынау көк дөнен 3 жасар, 800 мың сұрап жатыр. Хозяин келмепті. Мына тайға 220 сұрап жатыр. Мыңға. Мынаған 230 сұрап жатыр. Бұл басқа жылқы жоқ. Қазір басқа малықтарды көрейік. 1,5 жасар 270 сұрап жатыр. Мынау бұзау 160 сұрап жатыр. Осындай денесі. Бірден асқан бұқа 270 сұрап жатыр. Мына қызылға 300 мың сұрап жатыр. Осындай буаз тана бірінші тума 270 сұрап жатыр. Жақында туады дейді. 3 туған сиыр, күнделікті 12 литрі бар дейді. 420 мың теңге. Желіні болады, үлкен. Тигровый сиыр, 6-шы бұзауы, 10 литрі бар, 350 мың теңге. Ұрғашы бұзау 65 мың, бөлік сатылады екен. Еркек 190 мың сұрап жатыр. Кем бар, саудасы бар. 2 бұзау, біреу еркек, біреу ұрғашы, болары 250 мың екеуіне. Қарамалда бітті, соңғы сиыр, үлкен дәу денесі. 4-ші бұзауы, 10 литрден аса литр бар екен. 370 мың теңгеге сатылды. Қарамал болды осы, 15-10 шақты бас. Қазір қойға өтемін. Бәрбір ұзын ашыққа жетпейді екен, осы Шамалғанның мал базары. Мына 2 теке 50 мың бергісі, арғысы 45 мың. Қой да аз негізі. Сәл кішірек буаз қойлар 45 мыңнан сұрап жатыр. Жас бәрі. Ұсақтан енді өткен сияқты. Осындай меринос қозылар 25 мыңнан сұрап жатыр. Осындай қозылы қой 65 мың. Байланғаны. Тоқтылар қаншадан, брат? 30-дан 35-тен. Ой, нема серке ме? Серке бәрі. Серкелер 16 мыңнан. Ұрғашы тоқты 35 мың, қасындағы үлкен қой 60 мың. Гигант қошқар 150 мың сұрап жатыр. Өте үлкен екен, қараңыз, белі площадка. Едельвайский порода сияқты. Еркек сектер 65 мыңнан 35 килограмм ет береді дейді. Осындай ешкі 25 мың. Жіктер мал аз, мал өте аз. Таза қараңыз, тазы бола ма онай породасы? Қазір тауықтарды барып тартайын деп жатырмын. Соңына дейін көріңіздер. Жеті айлықтар 2,5 мыңнан сұрап жатыр. Қазір породасы сұрап. Породасы қандай? Породасы? Породасы жоқ екен. Қаздар қаншада? Қаздар 6 мыңнан. Саудасы бар. Семіз ендіктер. Қаншадан сұрап саға? 9-10-нан. Денесіне қарап. Брамалар, палевый мен ақ брама.
қазір сұраймыз бағасын, жасын. Қаншадан сұрап отырсыз аға? Қызыл 4, ағы 5. Қызыл 4, ағы 5. Жастар ше? Келіп береміз ба? Жылдаған ғой. Бір жылдан өскендер. Рахмет. Осындай отбасы болып сатылады. Сибирская мохнатая. Қоразы 4000, тауықтары 3500. Бәрі брама екен. Қазір бағасын сұраймыз. Бағасы қаншадан аға? 6000-нан сұрап жатыр қораздар. Тележкасы мықты екен. Осындай цесарка 4000-ға сатылып кетіпті. Үндіктер қаншадан? Үндіктер? 15. Үндіктер 15, мынау үлкен 15 па деймін. Кішірегі ше? Ма 11 болады. 11 болады. Қанша сұрап отырсыз үндікке? 17000 сұрап отыр мына үндікке. Әжептер екен. Бұзық болған цесаркалар байлап қойыпты 4000-нан. 4 штук. Не болып отыр? Шаму. ММА болып отыр. Адамдар жинап тұр. 9 бас брама, куропатчатай 1 жылдықтар. Осы 2000-нің тауықтары номер экранда 7000-нан сұрап отыр. Үйден де сатылады. Қаншадан? 3,5. Индаутка ма? Индаутка 3000-ға болатын. Қалғандары 2000-нан тауықтар. Сазан 300 теңгеден килограмм. Карась 400. Базарда сатылып жатыр. Мекендері. Қоңырлар ше? 15 мың. Мекендер денелері әрі 8000-нан сұрап жатыр. Браманың қораздары 4000-нан. Браманың тауықтары 5000-нан кетіпті. Бір 7-6 бас. Осы сеткісімен бірге 5000-нан. Аға бағаларын айтып жіберіңіз ютубқа. Бағаларды 1500, 2. Ана үндіктер ше? Үндіктер 6. 6000-нан. Қоразы 2000-нан, е? Рахмет. Саудаңыз болсын. Нағада да осындай мини японский тауықтар да бар қоразымен бірге. 3000-ға сұрап жатыр. 3000-нан. Салыстырып көріңіздер тауықтар. Именно өзіміздің домашний тауықтар. Қандай үлкен, мыналар кішкентай. Порода бәрібір қымбатырақ жүреді. Сол жақтағы қораз 5000. Ана оң жақтағы өзіміздің беспородный кәдімгі порода 2500-нан. Бірақ денелері бірдей. Көрдіңіздер ме? Браманың тауықтары қораз аралас. Қаншадан сұрап отырсыз аға? 5000-нан. Саудасы бар, Саудасы бар ғой? 4000-ға кететін жар, Торг бар. Әдем тауықтар. Жоңышқаның бағасы түспей кетті. Қыс бітіп атса да. 1400-ден жоңышқаның бір пресі. Жаңа сойған ешкілер 1600-дан кетіп атыр. Жартысы 1-ден 4 бүлігі. Сонымен достар, станция шымалған ақпан айының 9 күні. Мүмкіндігіңізше бәрін тарттық. Базар өте кішкентай, 3 жылқы, 15 қарамал, бағалармен таныстырдық. Видео көргеніңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар. Каналға жазылмағандар жазылыңыздар. Келесі кездескенше.